Жалпы қазіргі кезде ұлтынан, тілінен, ділінен, қала берді діннен безіп жүрген азаматтарды көз көріп құлақ естіп жүр ғой, оны жасыратыны жоқ. Бірақ көңілге бір кірбің салатын тұсы, олар бір қазақылықты дарақылыққа балап жатады. Бұрындары бұндай үрдіс жастар арасында кездесетін болса, қазіргі күні сол шоғырдың арасынан үлкен ата-әжелерімізді, қазіргі аға буын өкілдерінде ұшыратып жатамыз. Жалпы мұндай қоғам дертінің ұлтқа, ұрпаққа келтірер залалы мен зардабы қандай? Біз неден кемшін түсіп жатырмыз? Қазір дәстүрлі құндылықтардан бас тарту бұл жаһандану кезеңіндегі басты проблемалардың бірі. Ұлттық құндылықтарымызды сақтау және оны насихаттау бүгінгі таңда біздің басты бағыттарымыздың бірі. Енді бұл сіз айтып отқан жаңағы жастарымыздың, оның ішінде аға буынның дін мәселесі бұл өте нәзік мәселе. Дін тұрғысында қазір бір мәселе болатын болса, барлық адам соған өз ойын айтады. Бірақ біз қазақта жақсы сөз бар, шымшық сойса да қасапшы сойсын деген. Біз енді басқа да шетелдік әріптестермен үлкен жаңағыдай конференцияларда, симпозиумдарда кездесіп пікір алмасып жатамыз. Бұл тек қана біздің қазақ қоғамында емес, басқа шетелдерде де болып жатқан проблема. Ол дін мәселесінде белгілі мамандардың пікіріне жүгінбей, кез келген адамның дін айтқан мәселесін дін маманы айтқан сөз ретінде қабылдау бүгінгі таңда бізді осындай жағдайға әкеліп отыр. Бұл өзіміздің салт дәстүрімізден, ата-бабаларымыздың сан ғасырлар бойы ұстанып келген салт дәстүрімізді бұрыстау, жоққа шығару, бұның мансұқтау, бұның тарихы қайда жатыр дейтін болсақ, кешегі кеңес өкіметінен шыққаннан кейін біздің жастарымыз рухани ізденіс, рухани аштық үстінде болды. Сол рухани аштықты, рухани ізденісті біз белгілі дәрежеде толық өтей алмағандықтан, ол рухани ізденістерді сырттан келген жаңағыдай жат ағымның өкілдерінен, интернет, ғаламтордан олар не істеді? Өздерінің рухани ізденісін солай толықтырды. Соның көрінісі ретінде бүгінгі таңда біздің салт дәстүрімізді жоққа шығарып жатқан өкінішке орай азаматтарымыз кездесіп отыр.